Бүгін біз қазақ әдебиеті сабағында қазақ халқының дарынды ақыны, үздік аудармашысы Қасым Рахымжанұлы Аманжоловтың өмірі және шығармашылығымен танысамыз. Қасым Аманжолов 1911 жылы Қарағанды облысы Қарқаралы ауданында дүниеге келген. 5 жасынан әкесінен айырылып, ағасының қолында тәрбиеленген. Алғашқы білімін ол ауыл мектебінде алған. 1924 жылы Семейде интернатта оқыған. 1927-1930 жылдары Семейде мал дәрігерлік техникумында білімін жалғастырған. 1930 жылы Алматы қаласында Лениншіл жас, 1931 жылы Орал қаласында екпінді құрылыс газеттерінде еңбек еткен. Соғыс жылдары ол майданда болған. 1946 жылы ол майданнан оралып, біраз жылдары әдебиет және өнер жұлдыз журналында қызмет еткен. Оның алғашқы жинағы «Өмір сыры» атты басылымнан 1938 жылы шыққан. 1948 жылы «Дауыл», 1949 жылы «Балбөбек», «Стихи» атты орыс тілінде жинағы, 1950 жылы «Нұрлы дүние» таңдамалы жинақтары жарық көрген. Қасымның ерекше екпінмен жырлаған өлеңдері халықтың жүрегінен орын тапты. Қасым өлеңдеріндегі басты тақырыптар махаббат, туған жер, қан майдан, достық, ұлы отан соғысы. Қасым Аманжоловтың өмірі туралы, шығармалары туралы толық ақпаратты мына сілтемеден таба аласыздар. Құрметті студенттер, бүгін біз сабағымызда Қасым Аманжоловтың «Туған жер» атты өлеңімен танысамыз. Өлеңмен таныспас бұрын біз жаңа сөздермен танысайық. Жаңа сөздер: алтын бесік, золотая колыбель, талғам, вкус, жас дәурен, пора юности, болдым ғашық, был влюблен. Жаңа сөздерді сөздіктеріңізге жазып алыңыздар. Енді осы өлеңді тыңдаңыздар. Туған жер. Шықшы тауға, қарашы кең далаға, мәз боласын, ұқсайсын жас балаға. Ол шетімен, бұл шетіне жүгірсең, шаршайсың ба, құмарың бір қанама? Уа дариға, алтын бесік туған жер, қадіріңді келсем білмей кеше көр. Жата алмасем топырағыңда тебіренбей, ақын болмай тасың болсам мен егер. Неткен байтақ, неткен ұлы жер едің, нендей күйге жүрегімді бөледің. Сенде тудым, сенде өстім мен, сенде өлсем, арманым жоқ бұл дүниеде дер едім. Мен өзіңдей байтақ едім, кең едім, қызығыңды көріп еркін келемін. Сен даямай бердің маған барыңды, мен даямай барым саған беремін. Үйге тапсырма: өлеңді мәнерлеп оқу және осы ақын туралы қосымша ақпаратты қазақ әдебиеті оқулығынан аласыздар. Тұрсынғалиев мен Берекенованың қазақ әдебиеті оқулығы 169-171 беттерден таба аласыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.